Assalamualaikum hurmatli musulmon qazag'im, sizlar bilan Ag'atu Sevmamat Rusbek. Hurmatli qardoshlar, bugungi videoning so'nguna дейін ko'ringizlar. Bugungi videoda Turkiyadagi uçqushsiz uçaqlarning o'nerini tomoshalaymiz. Buni qarangizlar, mana yoqda kelayotgan aygili bayroqlar TB2. Buni qarangizlar. Mana yoqda bayroqlar Akinji. Mana ikkovining de içinde hech qanday uçqush yo'q. Ko'rdingizlar ku. Mana uçqushsiz uçaqlar жасанды интеллектінің көмегімен ұшып жүр. Яғни жерден операторлар басқарып отыр. Жасанды интеллектінің sınıfının en güçlü ықпалын, жасанды интеллектінің мүмкіндігін дер кезінде пайдаланып жатыр. Түрік ағайындарымыз doğal afetlerde, arama kurtarma operasyonlarında ve yangın söndürmede de Şimdi hiç kanday adam yok. Her türlü görevde üstün başarının sahibi Bayraktar Akıncı kanatlarını açıyor ve sizleri selamlıyor. Ukrayna мен Ресейдің арасындағы соғыс кезінде де қолданылған. Қараңыздар. Мына жақтан байрақтар TB2 ұшып келе жатыр. Мына жақтан Akinji, байрақтар Akinji. Машалла. Mana maşallah bayraklar Akinji келе жатыр. Қараңыздар, мына ғылымның кереметі, ішінде ешқандай адам жоқ. Ұшқышсыз ұшақ. Мына машалла. Осыны Алла бұйыртса, біз де үйреніп Қазақстанның әуесінде осылай ұшып жүрсе, қандай керемет. Şimdi ешқандай адам жоқ. Жасанды интеллектімен басқарылып отырған ұшқышсыз ұшақ. Машалла. Bayraktar Akinji. Mana maşallah. Musulmanдар ғылым игере алмайды, мұсылмандар ғылым, білім, технология жаратамайды деп жатқан адамдарға осы видеоны міндетті түрде жіберіңіздер, құрметті мұсылман қазағым. Міне, оның бәрі бос сөз. Ислам ешқандай да ғылым, білімнің дамуына кедергі емес. Міне, ұшқышсыз ұшақтар ұшып жүр. Міне, қараңыздар. Машалла. Ғылым, білім игеруге ешқандай да исламның кедергісі жоқ. Бұндай ұшқышсыз ұшақтар әлемде Түркиядан бөлек ақшта бар, Қытайда бар. Oldu. Сол екі мемлекетте ғана бар. Оның өзінде оларда небәрі 1-2 түрі ғана бар. ақшта мәселен MQ Reaper деген түрі бар. Қытайда да бірнеше түрі ғана бар. Ал Түркияда бұның 20-ға жуық түрі бар. Міне 21 ғасыр Алла бұйыртса исламның алтын дәуірі болады. Мұны қараңыздар, кәдімгі граждан азаматтық авиацияның
ұшағымен бірдей деңгейде ұшып жүр. Білім ғылымның көмегімен міне осындай үлкен жетістіктерге жетіп жатыр бауырлас түркі халқы. Бізде Алла бұйыртса бауырластарымызбен дұрыс қарым-қатынас жасайтын болсақ, осы білім ғылымды игеріп, мына келе жатқан сияқты жасанды интеллектімен ұшатын ұшқышсыз ұшақтарды жасай аламыз. Қараңыздар, қандай керемет. Машаллах, міне. Ішінде ешқандай адам жоқ, жерден басқарылып отыр. Адамның өмірін ешқандай тәуекелге тікпейді. Сондықтан құрметті қандастар, осы видеоны міндетті түрде әртүрлі WhatsApp топтарға, Telegram чаттарға тарата отырыңыздар. Білім ғылыммен мұсылман қазағымызды оятайық. Және Алла бұйыртса бізде түрік бауырларымыздан үйреніп осы технологияларды бізде осындай технотой ұйымдастырайық Алла бұйыртса. Видео ұнаған болса видеоға лайк басыңыздар, пікір жазыңыздар, сұрақтарыңызды қойыңыздар, технологияны талдаңыздар. Және арнаға тіркелмеген болсаңыздар тіркеле кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған ағартушы Ернама Абдыбек. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.